Ана тілі оқулығындағы жаңа 38-ші сабақ мәтін тақырыбы. Бірінші жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Кітап оқудың пайдасы. Бірде Жазира Асылбекке келді. Әкем ертегі кітап әкелді. Үйге кел, бірге оқиық, деді. Ол Жазира айтқан соң барды. Жазираның кітап оқуы керемет. Қайғылы жеріне келгенде көзі жасаурап кетеді. Ал қуанышты жерінде жүзі алаулап шыға келеді. Асылбек те онымен бірге қайғырды, қуанды. Барлық қызы кітапта екен ғой, деп ойлады. Асылбек бұрын кітап оқымайтын, енді бір мезгіл кітап оқитын болды. Қазір Асылбек сабақты жақсы оқиды. Бұл мәтіннің авторы Әділ Балта. Сандықшадағы қарамен жазылған қайғылы сөзіне қарайықшы. Қайғылы деген бұл аянышты деген мағынаны білдіреді. Жүзі алаулап дегеніміз ол жүзіне қуаныш ұялады деген мағынаны білдіріп тұр. Ал ендеше сендерге сұрақ қояйын. Асылбек алғашқыда кітап оқуды ұнатты ма? Жоқ, алдын Асылбек кітап оқымайтын. Оның кітап оқуына кім себепші болды? Дұрыс, оның кітап оқуына Жазира себепші болды. Саған қандай кітаптар ұнайды? Балалар өздеріне қандай кітап ұнайды? Соны ұстаздарыңмен бөлісеміз. Екінші жаттығу. Бос орынға тиісті сөзді қойып жаз. Мектеп кеме, білім теңіз. Тынбай алға, жүзудеміз. Сендерге балалар екі нұсқа берілген, біреуі тынбай, екіншісі тынбай. Қайсы нұсқа дұрыс деп ойлайсыңдар? Соны ойланамыз, қазір мен дұрыс жауабын айтатын боламын. Бұл сөздерде балалар айтылуы мен жазылуында өзгеріс бар. Мысалы, тынбай деп жазамыз, бірақ тынбай деген сөзіміз тынбай деп айтылады. Соған байланысты өзгешеліктерді есімізден шығармаймыз. Үшінші жаттығу. Сурет бойынша мәтін құра дейді. Мәтін құраймыз балалар. Мен сендерге кішкене уақыт берейін, суретке қарап мәтін құраймыз және мен өз нұсқамды айтатын боламын. Біз математика сабағында көптеген тапсырмалар орындаймыз. Қосымша парақтар пайдаланып, оларға сызу сызып, есептер шығарамыз. Фигуралар сызамыз, бояймыз. Осылайша көп парақ дәптерлерді пайдаланамыз. Сосын оларды босқа тастамай, қайта өңдеуге жіберу үшін кітапханашы апай айтқан арнайы бұрышқа жинастырып өткіземіз. Назарларыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше менің каналыма тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.